من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. Әл-Әсләми, Алла одан разы болсын, жеткізген хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: қиямет күні Алланың алдына барғанда бірде-бір пенде өзінің өмірін қалай өткізгендігі, алған білімін қалай қолданғандығы, мал мүлкін қандай жолдармен тауып және қай жолда сарп еткендігі және тәнін қайда жүріп тоздырғандығы жайында есеп бермейінше бір адым алға жылжымайды деген. Қарап тұрсақ, қиямет қайымдағы бізде есеп қисап бар, Алланың сұрауы бар, Алланың бізге берген нығметтеріне, Алланың бергенінің барлығына біз Алланың алдында жауап береміз. Сол жауап беретін ішінде қияметте жылжымайды дейді бір орыннан пенде, осы төрт нәрседен сұралмайынша. Ол әуелгісі жаңа айтқанымыздай мал мүлкін қайдан тауып және қалай сарп еткендігі жайында болса, сонымен қатар алған біліміне қалай амал еткендігін туралы сұралады. Және де Аллах Тағаланың берген өмірін қалай сүргендігі жайында пенде сұралады. Сондай-ақ берген тәнін, денсаулығын, мүшелерін қалай тоздырып, қалай жұмсаған жайында сұралады екен. Осы орайда пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам осы хадиспен бізге ескертеді. Сондықтан құрметті бауырлар, бұл жалған фәни дүниеде барынша біз денемізді, мал мүлкімізді, жан тәнімізді дұрыс жолда жұмсап, дұрыс пайдалана білуіміз қажет екен. Аллах Тағала баршамызға соны нәсіп етсін. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.